Бүгін бізде керемет бір жобаны таныстырғымыз келіп отыр. Акция және трейдинг. Әлемдегі топ деген Tesla, Amazon, естіп жүрген Microsoft, Facebook кез келген компанияның акциясын алып, сатып және инвестиция жасап, қазір сонда $170 000 болушы еді. Ең бастысы интернет болса, әлемнің кез келген нүктесінде. Кез келген адам акционер болу керек деп ойлаймын. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, қалайсыздар? Бүгін бізде керемет бір жобаны таныстырғымыз келіп отыр. Бұл бұрын соңды да болған нәрсе. Әсіресе бұл Америка жақта кеңінен әр екінші азамат бұл нәрсемен айналысуда. Бізде бүгін акция және трейдинг. Акция трейдинг маманы бізде Ерболат мырза. Ерболат мырза, қош келдің. Қош көрдік. Енді акция демекші, енді Америкада акция, бізде тендер деп айғайлап өзім әркез айтып жүретін. Неге бізге акция болу керек? Және акция деген не? Қазақша бір қарапайым тілде түсіндіріп берсек. Жалпы акция дегеніміз ол құнды қағаз. Мысалы, акция не үшін жасалынады? Жалпы кез келген компания өзінің акциясын жариялайды, яғни акцияны сату арқылы өзіне инвесторлар сатып, компанияны дамыту үшін керек нәрсе. Ол енді бұрын соңды Америкада деп қана білетініміз, Американың мықты компаниялардың барлығына акционер болуға болады. Бұл тек қана Америка ғана қатысты ма, или басқа да мемлекеттің акцияларымен жұмыс жасауға мүмкіндік бар ма? Кез келген, даже Қазақстанда мысалы екі қор нарығы бар. Сол кез келген, мысалы Каспий алатын болсақ, Кигок, Қазмұнайгаз, кез келген компания, Қазақстанның компания. Бюджеті IPO-ға өткен мықты миллиардный компаниялардың барлығы акциясын шығарады. Барлығы осылай кез келген компания. Тіпті әлемдегі топ деген Tesla, Amazon, естіп жүрген Microsoft, Facebook кез келген компанияның акциясын алып, сатып және инвестиция жасап, акцияларына үлесімізді қосуымызға болады. Акция деген, енді былай айтқанда, компанияның құнды қағаздарын сатып алу. Трейдинг деген не? Бұның ішінде трейдингті қалай түсінуге болады? Трейдинг дегеніміз, жалпы трейдинг дегеніміз, мысалы бір акцияны алып, соны қысқа мерзімде сатып алу. Бір күнде сатуы мүмкін, бір аптада, бірнеше айда сатуы мүмкін. Осы бізде трейдинг деп аталады. Ал инвестиция дегеніміз, яғни инвестор дегеніміз, ол 6 айдан ұзақ уақыт акцияларын сақтайтын болса, ол бізде инвестор болып табылады. Акция, трейдинг, инвестор деген түсінікті болды. Акцияны өзің қайдан білесің? Не үшін акция өзіңе ең тиімді деп түсінгенің? 2018 жылы мен Work and Travel бағдарламасымен Америкада студенттерге жазғы уақытта жұмыс жасауға беретін мүмкіндік, бір программа. Осыған барған кезде Америкалық жергілікті халықтармен танысып біліскен кезде көбісі акция туралы айта беретін. Осылай біз белгілі бір мөлшер, жалақының белгілі мөлшерін акция сатып аламыз, акцияға береміз деген. Сосын 2018 жылы қыдырып жүріп, Уолл-стритке бардық. Сол Уолл-стритте қызық көріп, сол акцияға келген кезде зерттей бастадым өзім. Ол кезде Қазақстанда мүмкіндік болды ма 2018-де акция? 2018-де келдім, жоқ, Қазақстанда мүмкіндік болған жоқ. Себебі Freedom Finance мысалы Қазақстанның нарығында шамамен салыстырмалы түрде 2 жыл ғана болды. Берілтін келген. Ол арнайы счет ашу керек, сондай сенімді өзіміздегі тіркелген ұлттық қорға, ұлттық банкке тіркелген счет ашу керек біз, қазір көп жағдайда алаяқтарға алданып қалып жатыр да. Сол үшін брокерс компанияның ең бірінші әрекет ол брокерлік компанияны дұрыс таңдау. Яғни ол Қазақстан ұлттық счет ашу керек кезде арнайы сенімді нені таңдау керек біз? Мысалы Қазақстанда Жусан Инвест, Freedom Finance, Халық Финанс, Алтын банк бар, және банк центр кредитінің инвесторы. Енді өзім ойлап отырмын, жалпы Каспийде де жақын арада пайда бола шығар деп. Олардың банктен арнайы счет ашамыз ба, ол жер қалай болады? Ол үшін жай сияқты әрбір колл-центрге қазір онлайн ашуға болады, хабарласып, онлайн заявка қалдырып, жай сияқты қазір барлығы қарапайым халық қалай айтады? Мен акцияға счет ашайын деп едім деп айта ма или? Жоқ, мен жай брокерлік счет ашайын деп едім, сол туралы проценті мөлшермен барлығын білейін деп едім. Қалай ашса болады десе, сразу 15 минут ары кетсе. Не нәрсеге мән беру керек, мысалы, счет ашқан кезде? Счет ашқан кезде жалпы ең бастысы комиссияларын. Қанша пайыз комиссия, сонымен танысу керек, жаңағы за обслуживание қанша процент, соның барлығын детально сұрастырып білу керек. ИП, тоғын счет сияқты шешу керек кездегі және алу керек кездегі комиссияны мән беру, 0.35, 0.45, 0.75 деген комиссия бар. Сондай қазақстандықтан бөлек американдық счет бар, ашу алып брокерлік счет. Мысалы, Interactive Brokers өте танымал компания, мен өзім счетым сонда негізі. Арнайы енді ортаға керек нәрселердің ссылкаларын қойып отырайық. Енді бұның сілтемесін қайдан көруге болады? Мысалы, не үшін акциямен айналысу керек әрбір Қазақстан азаматы? Себебі, мысалы алатын болсақ, Қазақстандағы инфляция деңгейі 5% мен 12% арасында өсіп отырады.
бізде қазір көріп жүрміз, депозитке салып жүрген азаматтарымыз да көп. Бұл депозит, біздің депозиттің жылдық мөлшерлемесі 11% шамамен. Депозит, яғни біздің ақшамызды құнсыздануды ғана сақталып қалады. Яғни оған бір өсім болмайды. Ал егер біз оны акцияға салып отыратын болсақ, мысалы 2019 жылы Tesla компаниясы 31 мамыр күні бір акциясының құны $37 болды. Енді сол кезде сіз $10,000 салғаныңызда қазіргі міне 628 шамамен 630-ның шамасында болып тұр. Қазір сонда $170,000 болушы еді. Оны қара, 2012-ден бастап 19-ға дейін, 20-ға дейін өспеген екен. Сонда не себептер? Мұнда ақырын ғана бітті. Себебі компания енді дамып, нарыққа танымал болып келе жатты. Бұл Tesla енді жарған кезде бастап 2020-дан 22-ге дейін акциялар былай кеткен, е? Иә. Сонда $10,000 қанша мың доллар болып шығады деді? Мысалы, және сол уақытта 31 мамырда 2019 жылы $37 түскен кезде $10,000 акцияға салсаңыз, қазіргі таңда оны $170,000 қылып шығару. Яғни 430 курспен теңгеге аударатын болсақ, 73 миллион теңге болатын еді. Ал міне 1 сәуірдегі бағасы 1100, осы жылдың 1 сәуірдегі бағасы $1150 болды акцияның бір құны. Енді ол кезде 133 миллион теңге болатын еді, 430 теңге. Құлауы неге байланысты? Мысалы, Илон Маск настроениясы болмай қалса құлап қалу деген бар ма? Жоқ, біз жаңа сияқты нарықты зерттеуіміз керек, жаңалықтардың барлығын қадағалап біліп отырмыз керек. Мысалы, өздеріңіз білесіздер, ФБР деген бар, мысалы Америкада. Мысалы, ФБР осы компанияға қатысты және тергеу жұмыстары басталды, анау деген кезде осы факторлар бізге әсер етеді құлауына. Сондай-ақ бізде әрбір компанияның өзінің квартал сайын, жарты жыл сайын отчет беріп отырады. Сол кезде қоятын бір миссиясы болады, компания миссиясын орындай алмаған жағдайда көбі жағдайда акциялар құлап жатады. Акцияны енді көтерілгеннен ғана пайда табуға бола ма, или құлаудан да таба аламыз ба? Жоқ, оны және сияқты техникалық анализ жасау арқылы және сияқты құлайды түседі деп прогноз жасайсыз. Егер мысалы бір акцияны алатын болсақ $100, біз құлайды деп және сияқты болжам жасап ақшамызды салатын болсақ, $100-дан мысалы $50 құлайтын болса, $50 пайда болады. Бұл кәдімгі казино сияқты деп ойлап қалмай ма елдер? Жоқ, ол казино сияқты емес, себебі бұл жерде арнайы білім алып, және сияқты прогноз жасап, жаңалықтардың бәрін қадағалап, кіріскен жағдайда ол казино деп саналмайды. Қандай акцияларға қатысқанға рекомендация беруші едің? Мысалы, әлемдік трейдерлер, акционерлер қайда мән береді? Соның бір жалпы. Стоп, қазақ қоғамы біліп жүру үшін. Жалпы барлығымыз осы инвестиция, акция деген кезде барлығымызға бірінші очередь келетін ол Уоррен Баффет, танымал. Әлемдік номер бір инвестор. Инвестор, да? Енді осы Уоррен Баффеттің портфелінде топ 5 акциясын айтып өтсем, Уоррен Баффеттің жаңағы 41%, портфелінің 41% акциясын Apple компаниясы құрған. Apple өзіміз ұстап жүрген софты, iPhone, Mac. Стив Джобсқа сенім артады деседі. Соның компаниясына. Екінші орын Bank of America, яғни бұл американдық банк. Үшінші American Express деген жаңағы карта шығаратын жалпы финансовый компания десек, осы үшінші орында, осы төртінші орында Chevron деген мұнай компаниясы бар. Және 5-ші орында жаңағы Уоррен Баффеттің ең сүйікті бір акцияларын және өзінің керемет жақсы көретін сусыны бәріне рекомендация беріп жүретін ол Coca-Cola компаниясы. Coca-Cola. Енді осы 5 акция қазір қызық трендте бүйтіп келе жатқандар, өсіп келе жатқандар әр кезде. Мысалы, үміт артуға болатын акциялардың бірі ме сонда? Уоррен Баффет ешқашан қателеспеген инвестор десек те болады. Енді кез келген инвестор бір жобаға ешқашан салмайды. Бұл акция болсын, бизнес болсын, басқа да нәрсе болсын. Сол үшін инвестор деген өзі аты айтып тұрғандай, әртүрлі жобаларға ақшасын салады. Біреу ақырындап сыпат болса, 4-еу көтеріп береді минималды. Сол мысалы 60 мың, 70 мың теңге. Соны қайда мен салу керекпін? Мысалы, жай сияқты Coca-Cola компаниясы айына $62. Қазір Илон Маск өздеріңіз білесіздер, осы жақын арада Twitter компаниясының акциясын сатып алған. Оның қазір нарықтағы бағасы шамамен $35 болып тұр. Бұл осылай әр адам ойлаймын өз жалақысынан белгілі бір мөлшер және пайызға акция салып болашақ инвестиция жасай беру керек деп ойлаймын. Ақырын акциялар сатып алып инвестициялауға болады, Мысалы, $35 қалды, бұл аз уақытта қанша долларға дейін бару мүмкін, егер расчет дұрыс жасаса. Бір айда мысалы қанша шеше алады? Бір айда негізі қысқа уақытқа салуға ол және трейдингке ғана кеңес беретін. Және сияқты ол $35 болса, ол және сияқты депозит сияқты сала беру керек, инвестиция болашақ. Мысалы, және Tesla компаниясының акциясы $37 болып тұрды, міне 628-ге дейін көтерілді деген сияқты. Бұл кәдімгідей.
енді биткоин системасы дегенде осылай жұмыс жасайды. Бірақ енді оның бір опаснылығы, біз ресейліктер бір беріп, одан кейін бит жеруі мүмкін. Бұл жерде енді нақты. Бұның сенімді екенін қайдан біледі? İşte адамдар кірген кезде тура осы компания кіріп тұрған. Оның аналог тағы бір вариант шығып қалмауы мүмкін ба? Оны ұқсастық бір порталдар создап жасау, әсіресе ресейлік дегендер осындайлар жақсы көреді ол. Типа алданып қалмауыз. Ондай жағдайлар болуы мүмкін ба? Олай страховка. Жоқ, және брокерлік компания сіз өзіңізге жаңағы приложениеңіз береді, өзіңіз платформаңыз береді. Сол сіздің счетыңызды басқа біреуге управлять етуге вообще беруге болмайды. Сіз өзіңіз барлығын аласыз, сол жерде сатасыз. Қандай рисктер бар дегенде, енді осығандай қойын деген, тағы қандай рисктер болуы мүмкін. Енді кез келген адамға өзі бір түсініп алу керек риск. Енді негізінде айланып келгенде риск деген нәрсе жоқ. Дұрыстап өлшеп кірген нәрселердің барлығында мүмкіндік жатыр. Біз қорқып жүрген жерден біреу ақша тауып жүр негізінде. Бұл өтірік емес. Енді сол қандай рисктер болуы мүмкін, алдын алу керек шарттар. Жалпы біз ойлағандай болмай қалуы мүмкін, мысалы акциялар жайы экономикалық жағдайларға, инфляцияларға байланысты. Міне, осындай рисктер да бар. Бірақ мысалы AMD деген компаниялар бар. Ол жерде қанша экономикалық дағдарыс болған кезде де өз акциялар өсуін тоқтатқан жоқ. Карантин алдында бірнеше пайызға ғана қылады. Мысалы жалпы айтайын, риск аз болған жерде маржа да аз болады деп айтқым келеді. Жоқ, жаңағы $35 енді айына примерно санағанда қаншаға өсті? Мысалы ол сіз айттыңыз ғой, Twitter компаниясы 10%-ға өсе ма, қанша пайызға өсуі мүмкін? 10%, 5%, әрқалай ол. Экономикада нарықтың қимылына байланысты. Тез кетсе кете береді. Расчет. Телефон мен ноутбукпен немен көруге болады? Бұны қалай бақылап жүруге болады? Жалпы қазір кез келген нәрсенің сотка арқылы басқаруға, телефон арқылы, ұялы телефон арқылы, акциялардың өсуін, түскенін барлығын осы жерден қарап отырамыз. Өзіміздің акцияны телефон арқылы күнделікті қадағалап көріп отыра аламыз. Қадағалап көріп отыра аламыз, иә. Қосып, өсіріп, суммамызды үлкейте аламыз, да? Иә. Бұл жерде ешқандай қиындығы жоқ телефонға қатысты. Яғни бір телефонмен ақша табу мүмкіндігі ғой. Иә, кез келген, ең бастысы интернет болса, әлемнің кез келген нүктесінен. Жақсы, жаңағы $35 ақырын инвестицияға, болашағына битіп портфель жинауға. Енді үлкен суммамен, мысалы инвесторлар, ақшасы бар адамдар аз емес қой. Бірақ бір нәрселерге салуға қорқады. Әсіресе қазақстандық инвесторларға киоск алып қойып, арендаға беріп қою, бутик алып қойып, сдавать етіп қою, бұл ең тиімді инвестиция. Енді өспесе де бұл ай сайын бір стабильно түсіп тұрса да болады. Ол анау нені есептеп жатқан жоқ. Қанша келетін есептеп жатқан жоқ. Бәрібір айтып ай сайын түсіп тұрса болды. Сол 150 миллион салып, мен айына 1,5 миллион тапқан адамды көрдім. 1,5 миллион айына табады. Сол кезде таң қалдым. Енді бизнес қабілеті жоқ. Былай айтқанда енді білмеймін, бір қол қойып тауып алды ма ақшаны, қалай тапқан түсініксіз. Жағдай бар. Бірақ жасап жатқан бизнестері адам түсініксіз. Мысалы 10 миллион теңге ақша бар. Қанша көтереміз, қалай көтеруге болады? Так, 10 миллион теңге дегеніміз қанша доллар болады? Шамамен $22 мың болады, 22 мың доллармен, яғни біз оны трейдингпен айналыссақ, 22 мың доллармен. Яғни трейдинг дегеніміз қысқа уақытта бір күнде алып сату деген сияқты, бір аптада алып сату деген сияқты. Жалпы примерно шамамен 1% бен 4%. Яғни ол күнделікті ме или? Күнделікті, бір күнде. Мысалы, $10 мың деп алатын болсақ, $1 мен 1% мен 4% арасы дегеніміз ол $100 мен $400 арасында көтеруге болады. Күнделікті ретте. Бұл болды, өзіңде қалды, алып қайтадан еселеп қойып отыруға мүмкіндік бар ғой? Иә, кез келген уақытта снимать етіп алуға. Снимать ете бере аламыз, да? Үстіндегі түскенін күнделікті шешіп отыруға мүмкіндік бар ма? Бар. Кәдімгі теңгемен шеше аламын, доллар және сияқты Freedom Finance, мысалы 3%, және Jusan Invest 1%, общий суммадан алады снимать еткенге. Доллар да береді, сосын амен валюта бар, ауыстырып алсаңыз болады. Жақсы. Енді керемет, кез келген адам акционер болу керек деп ойлаймын. Өз басым осы акцияны дәмін көріп бастадым, қызықты ойын екен. Расымен де бұл бұрын сондай маған да түсініксіз нәрсе болатын, акция деген өзі қалай жұмыс жасайды. Бірақ біз айттық, жылдың соңына дейін Мыңбатыр даму орталығында 12 жоба кіреді деп. Оның бірден бірі осы акция болған. Өйткені Америкада акция, Қазақстанда тендер. Қазақстанға енді акция да кірді. Өйткені әрбір екінші азаматтық америкалық акциямен айналысады. Өйткені о жақта бұл 2 ғасыр болды кіргеніне. Бізде ары кетсе міне 3, 4, 5 жылға кетіп барады. Енді міне тренді келді.
Өйткені басында кез келген нәрсенің көтеру мүмкіндігі өте көп. Елдің барлығы шулап, елдің барлығы кірген кезде бұл жерде азая бастайды. Сол үшін ерекшелене біліңіз. Акциямен айналысқыңыз келсе, Ерболат мырза, не істеу керек? Жалпы біз курс дайындап жатырмыз. Онлайн және офлайн форматта өтетін болады. Жалпы біздің курстың ерекшелігі неде деген нәрсеге айтала кететін болсақ, бізде қарапайым форматта. Кез келген адамға бұл түсіне бермейді. Қиын болуы мүмкін. Неден бастайды? Нөлден бастап барлығын өзіміз үйретеміз. Енді біз өзіміздің жобаларымыздың барлығын қарапайым қазақ тілінде түсіндіріп бергіміз келеді. Өйткені кей жерлерде түсінбеймін мен, шынымен де. Бір кнопканы 25 минут түсіндіреді. Ана кнопканы өзім де түсінбеймін, не үшін қажет екенін. Сол үшін біз нақты сүзгіден өткізіп, керек кнопканы ғана басып, сол кнопканың артындағы мүмкіндіктер ғана көрсеткіміз келеді. Сол үшін әр нәрсені қарапайымдыққа алып келіп жатқан осы Ерболат мырзаның өзі. Енді жоба бойынша қайда хабарласу керек? Жоба бойынша қазір осы астына сілтемелер қалдырып кететін боламыз. Сол және біздің менеджерлерге жазса, хабарласа, заранее орындар шектеулі орындар салып. Курсқа және арнайы астында сілтеме болады, сол сілтемеге өтсеңіз болады, немесе номер тұрады, сол номерге де хабарласаңыз болады, акция жайында деп. Сізге міндетті түрде Ерболат мырзаның командасы жауап беретін болады, акция жайын толықтай таныстырып, және сізге акцияның ең тиімді түрлерін ұсынатын болады. Аз уақытта жағдайыңыз жасағыңыз келсе, және акциямен өткізгіңіз келсе, міндетті түрде сол жерге хабарласыңыз. Ондай болса керемет, Ерболат мырза, акцияда міндетті түрде әр кезде сізді бақылау үшін сілтемесін қойып қоямыз. Ерболат мырзаның Instagram сілтемесі міндетті түрде қарап, көріп жүріңіз, қандай акциялармен айналысып жүр, қандай нәрселерге салып жүр. Міндетті түрде акцияға кез келген адам кіру керек деп ойлаймын, әсіресе қазақ жастары. Өз басында енді бүгіннен бастап акцияны толықтай жібермейтін боламын, әр кезде, өйткені біз дәмін көре бастағаннан кейін мүмкіндікті байқадым. Болжам бойынша кез келген нәрсені өсетін жобалай алсаң, бұл міндетті түрде өседі. Өйткені болжам деген нәрсе өте маңызды қазір. Анализ жасай біліңіз әр кезде. Амандықта, саулықта кездескенше аман болыңыздар.